Ассалаумағалейкум, құрметті ғылым және ауыл арнасының көрермендері. Бүгін бізде тамаша жаңалық. Өткен мамыр айының соңында ешкі қорамызға ұя салған қос қарлығаш бұл күнде балапандарын ұшырып алып кетті. Осы бір қысқа ғана тамаша уақытты сіздермен бөліскіміз келіп отыр. Бүгін 17 мамыр, біз кеше аны тақтайды қағып қойғанбыз. Қарлығаштар ұя салмақшы. Әнекей бір қарлығаш ұшып өтті. Мынаның үстіне қарлығаш ұя салады, Алла қаласа. Пейіштің құсы қарлығаш, кеш келіп, жаз бітпей ерте кететін құс қарлығаш. Оба, безгек, тырысқақ ауру тараған жерге қарлығаш келмейді. Халық айтады, қарлығаш та пейіш топырағынан жаралған деп. Неге пейіш құсы? Көмекеймен ән салған қарлығаш Құран сүрелерін шығарады екен. Қарлығаш ұялаған жерге бейбітшілік, береке, бақыт келеді. Неге бүгін құрылыс ары қарай жалғасып жатыр. Қарлығаш жүр. Ұясы, мынаны біз қолдан қағып қойғанбыз, осы жерге ұя салсын деп әдейі. Ұя салды, олар бізді түсінді. Неге қарлығаш қонды? Бүгін 20 мамыр, неге қарлығаштар мына жерге ұясын салып ары қарай жалғастырып жатыр. Ана жерге қонақтайтын сым байлап қойдық. Сол жерде қонып тұрады. Мына жерге ұя салсын деп әдейі қағып қойып ек мынаны. Ағашты, мебельный ағаш. Үй қазына ағашы ғой. Соны қағып қойып, үстіне ұя салып жатыр міне. Ақырындап. Бүгін мамыр айының 30-ы, неге қарлығаштар жұмыртқалап жатыр. Әлде басып жатыр ма? Негізі басып жатқан шығар. Бүгін 1 маусым, қарлығаштар мінекей. Меніңше аналық жұмыртқа басуға жатқан сияқты. Абрахтың қуатты 10 мың әскері пілдерімен мұсылмандарды құртамыз деп келе жатқанда, Алланың бұйрығымен мыңдаған қарлығаштар тырнақтарымен, тұмсығымен тас алып, биіктен тастап, Абрахты талқандаған. Адамзаттың да қанын бермей аман алып қалған қарлығаш. Қазақ ертегісінен білесіздер, не себепті құйрығы айыр құйрық екенін. Нұх пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам кемесіне келіп, шөпті тастап құтқарғанда қарлығаш. Жоңғар шапқанда да қазақ үйге қарлығаш ұялаған. Төле би көшпей, жоңғарлар ауылға тиіспей айналып өткен. Төлені қарлығаш би деп содан атаған. Бүгін 27 мамыр. Көріп отырсыздар, қарлығаштардың балапандары шыққан, біраз өсіп қалған. Меніңше бір 5 балапаны бар сияқты әлі алып көрген жоқ. Көрмейміз де оны. Тамақтандырып жатыр. Астыларын өздері тазалайды. Осы біздің қарлығаш. Бүгін 29 маусым. Қарлығаштың 5 балапаны бар екен. Анық көріне бастады. Балапандар көзін ашты, жүндері де шығып. 2 қарлығаш, біреуі ұясының қасында, балаларының қасында, біреуі ар жаққа қонақтайтын өзін істеп қойғанбыз, қонатын сым сонда тұр. Қазір мен жақындатып түсіруге тырысам.
Ya papası geldi ne balapandar. Ana papası mı maması mı? Papası var. Ya. Papası kaçıyor uşağı koyup duratken. Papası ne kadar kontur ama? Maması kaydı ki. Mama şima kirige gitti o bulaga. Tamağa kirige gitti. Tamam geldi gitti ya. Anladın? Anam seni hadi çıktı çıkıp ya. Şüküt. Papası sıkı. Ana kıp Bugün jetisi günü. Ne şuğa endi sel gana kaldı. Bir iki üç günde uşatın шығар. Ağa. Ау. Anadan yıksızlıkta vuskat ya. Ya екеуміз о жерде бес балапан бар. Ana kıskıtтай olarak yıksızlıkta ya. Sonra vusu деп koptu. Аналар өсейін деп қойыпты, екеуі өсіпті дейсің ба? Жарайды. Бұлардың аттары не? Білмеймін. Жоқ. Мамаға қойған ғой. Жоқ, олар шымшық емес қой, олар бала не қой, қарлығаш қой. Аңғалдан суға тұрады. Қарлығаш, ана қарлығаштың балапаны. Міне келді мама самаға қойдан. Маған берді, ауызды салды ғой. Иә, екеуіне салды. Күйге қадақ. Бүгін 8-і шілде. Қарлығаштар ақырын жаңа ұшып бастап жатыр балапандары. Енді соңғы видео болады естіп өткен. Ұшып кетеді бүгін. Бүгін таңғы сағат 7. Қарлығаштар ұшып бастап жатыр. Енді ұшып кетеді. Қош болыңдар. Бес балапан. Қарлығаш көшкенде тырналар арқасына алып ұшады екен. Ал келгенде ләйлектердің қанатының астына паналап ұшып келеді. Адамзатқа пайдасын әкелетін бейбітшілігі мен берекесі мол қарлығаш құстары қазақ жерінің түкпір-түкпіріне келіп қоныстанып, елімнің өркендеуіне үлесін тигізсін. Көкейінен қазақ даласына Құранның дұғаларын шырқап, жақсылық шақырсын.